Трамптың билікке қайта оралуы әлемді селт еткізді. Әлем картасының түсі өзгергендей. Бір түнде ескі тәртіп сөніп, жаңа дәуірдің шамы жанғандай сезілді. Кей елдер қуанды, кей елдер түн ортасында жиналыс өткізіп, не боларын болжап әбігерге түсті. Бұл жай сайлау емес, геосаяси дүмпу болды. Біріншіден, Америка ішкі саясатқа бұрынғыдан қатты кірісті. Трамптың ұраны қарапайым еді. Америка әуелі өзіне жұмыс істесін. Сол сәттен бастап мыңдаған миграциялық құжаттар тоқтатылды. Өндіріс компанияларына ішке қайтыңдар деген талап қойылды. Ал халықаралық ұйымдар Америкасыз қалай жұмыс істейтінін ойлауға мәжбүр болды. Вашингтон әлемге қарап тұрмай қойды. Осы сәтте көптеген мемлекет сыртқы саясаттағы бос кеңістікті сезді. Америка артқа шегінгенде вакуум әрдайым біреумен толады. Екіншіден, Ресей мен Қытай үшін жаңа ойын басталды. Ресейде жаңалықты естіген түнде Кремльдің жарығы сөніп көрмеді. Бір жақта санкциялар әлсірей ме деген үміт, екіншісінде ақш-тың күтпеген шешімдері туралы қорқыныш. Қысым азаюы мүмкін деген сөз тарады, бірақ бұл ұзаққа созылмайтын тыныс еді. Қытайда жағдай тіпті өзгеше болды. Сауда соғысы қайта басталды, тарифтер көтерілді. ақш-тағы әрбір Қытай компаниясы бір күнде тексеріске түсті. Әлемдік технология нарығы дүр сілкінді. Әрбір смартфон, әрбір процессор, әрбір микросхема геосаясаттың бір бөлігіне айналды. Вашингтон мен Бейжіңнің арасындағы күрес енді экономикалық шайқас емес, әлемдік үстемдік үшін жекпе-жекке ұқсай бастады. Үшіншіден, Еуропа дүрбелеңге түсті. Трамп НАТО туралы қатаң сөз айтқан сайын, Брюссельдің дәліздерінде үнсіздіктің өзі ауыр сезілді. Еуропа елдері ақш-қа сеніп қалғандарын түсінді. Германия рекордтық әскери бюджет қабылдады. Франция автономия идеясын жариялады. Шығыс Еуропа елдері бір түнде өз шекараларын күшейтуге кірісті. Еуропа ақш-тың қолшатырының кез келген сәтте жабылуы мүмкін екенін түсінді. Бұл оларды тарихтағы ең үлкен қауіпсіздік реформасына итермеледі. Төртіншіден, таяу шығыс жаңа келісімдер дәуіріне аяқ басты. Америка араласпайтын болғанда, Израиль мен араб елдері өзара жаңа есеппен сөйлесе бастады. Сол жақтағы әрбір кездесу әлемдік саясатта жойқын әсер қалдырды. Орта Азияда басқа картина. Америка бір қадам артқа шегінген сәтте, Қытай бір қадам алға шықты. Инвестициялар көбейді, жобалар жылдамдады. Ресей де аймақтық беделін жоғалтпау үшін саяси және әскери ықпалын күшейтіп жатыр. Түркия да өз ойынын бастады. Аймақ шын мәнінде бәсекелестік аренасына айналды. Бесіншіден, әлем көпполярлы болды. Бұрын әлемге басым бағыт көрсеткен бір ғана орталық бар еді. Енді ондай орталық жоқ. Американың артқа шегінуі домино эффект сияқты болды. Қытай күшейді. Ресей аймақтық ойыншы ретінде белсендірек әрекет етуде. Үндістан жаңа рөлге көтеріліп жатыр. Еуропа өз қауіпсіздігін өзі құруға тырысады. Әлем жаңа шахмат тақтасына ұқсап қалды. Әр фигура жеке жүре алады, бірақ ешкім жалғыз ойнай алмайды. Қорытынды, Трамптың билікке қайта келуі әлемді бөлшектеп, қайта жапсырғандай әсер қалдырды. Ескі одақтар әлсіреді, жаңа серіктестіктер пайда болды. Ал ең маңыздысы, әлем енді бұрынғыдай болмайды. Келесі 10 жылдық осы өзгерістің нақты салдарын көрсететін кезең болмақ. Осындай видеолар ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыр. Бұл бізге жаңа видеолар шығаруға үлкен шабыт береді.